Қайырлы күн, бүгін менің ұсынатын салатым бауырдан хе. Өте ерекше салат және көп жерлерде кездесе бермейді. Сол себептен сіздерге жаңа дәмі келетініне мен сенімдімін. Кеттік, бірге жасап көрейік. Ол үшін бізге осы заттар қажет болады. Яғни бауыр, жуа, су, уксус 70% және секер, тұз, қызыл бұрыш және паприка. Алдымен жуаны маринадтап аламыз. Жуаны осылай полукольца түрінде турап алып, сол жуа батып тұратындай 1 литрдің шамасында су керек болады бізге. Суымыз бөлме температурасында болу керек. Бұл жерде маған 1 литрдей су кетті, яғни жуа түгел батып тұру керек. Оның үстіне 2 шай қасық 70% уксусты құйып, жақсылап араластырып, бауырымызды пісіргенше бұл маринадқа тұрады. Енді бауырды дайындауға көшеміз. Ол үшін бауырды мен алдын ала 2-3 сағат суға батырып қойдым. Сонда түгел қанның бәрі кетеді. Міне осындай ішінде қаны жоқ, тап-таза болып суға батырып алдым. Енді осылай пластин ретінде қуырып алуға ыңғайлы етіп барлығын турап шығамыз. Неге осылай турап барлығын дайындап алды. Енді жай отта қызып тұрған отта екі жағын қызартып қуырып аламыз. Сол кезде бауырымыз түгелдей пісіп шығады. Неге осылай барлығын салып екі жағын қызартып аламыз. Бауыр дайын болды. Барлығы енді оның үстіне маринадта тұрған жуаны сығып саламыз. Оған 2 шай қасық жарымдай секер, тұз, ащы қызыл бұрыш және 2,5 қасықтай паприка саламыз. Және азғантай ғана бір шай қасыққа жетпейтіндей 70% уксус құйып, осылай араластырамыз. Егер осылай плотно жабылатын ыдыс болса, соған араластырасыздар. Ал егер болмаса, оны салафан мешокқа салып та араластыруға болады. Жалпы салатымызды жарты сағатқа, 1 сағат жарты сағатқа қоя тұруға болады. Немесе осылай да жей беруге болады. Егер қойсаңыздар, дәмі сынып, өте керемет болады. Мен бұның үстіне қиярды саламын. Жалпы корейский морковьті да салуға болады. Өз қалауыңызша, екеуі де өте дәмді шығады. Қиярды осылай сопағынан турап, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай турасаңыздар болады. 1 қияр немесе 2 штук қиярды да салсаңыздар артық етпейді. Салатымыз дайын. Барлығын ыдысымызға салып, көк шөппен қазір әдемілейтін боламыз. Кез келген қолыңызда бар көк шөпті пайдалануға болады. Мен бұл жерде петрушка мен крес салаты болды, соны ғана пайдаландым. Салатымыз дайын болды. Бұл салат кез келген дастарханның сәнін де, дәмін де келтіреді деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
назарларыңызға көп рахмет достар. Мені қолдауларыңызды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.